Алла тағала Құран-ы Кәрімде жігіттер бүйтіп айтады: Я айюхалладина аману. Ей Алла тағалаға сенім артқан, Алла тағаламен кездесуге дайындалып жүрген иманы бар адамдар дейді. Иттақулла, Алладан қорқыңдар. Ва куну маас-садиқин. Өтірікшілермен бірге болмаңдар. Шыншылдармен бірге болыңдар дейді. Өтірікшілермен бірге болмау керек. Шыншылдармен бірге болу керек. Өтірікшілермен бірге өмір сүріп, араласа беретін болсаң, өзің де бір күні өтірікші болып кетесің. Шыншылдармен араласа беретін болсаң, бір күні өзің де өтірігіңді тастап, шыншылдардың қатарына қосылып кетесің. Машалла да, бұл сондай өзі, солай жұмыс жасайды бұл нәрсе. Орта әсер етеді деп көп естисіздер, иә? Немесе басқа бір аятта мүлдем керемет айтады Алла тағала. Я айюхалладина аману. Ей иманы бар пенделер. Иттақулла. Алладан қорқыңдар дейді, тағы айтады. Ва қулу қаулан садида. Аллаға ұнайтын жақсы сөздерді ғана сөйлеңдер. Яғни Алла риза болатын шын сөзді сөйлеңдер. Енді шын сөзді сөйлесек, Алла тағала бізге не берейін деп тұр? Міне бізге қазір керек, өміріміз біріміз екі болмай жатыр, өміріміз дұрыс болмай жатыр деп жылаймыз ғой. Алла тағала юслих лакум амалакум. Бірден амалдарымды реттеп береді дейді, жақсартып береді Алла тағала дейді. Ва яғфир лакум зунубакум. Күнәларыңды, таудай күнәларыңды кешіреді дейді. Егер дұрыс сөз сөйлеп жүрсеңдер, егер шынайы сөз сөйлеп жүрсеңдер, Алла тағала сендердің мына дүниедегі істеріңді өзі реттеп, өзінің қамқорлығын алып, саған жәрдемші болып қояды. Жәрдемші болады саған. Және де сенің таудай кішілі үлкенді жасап жүрген күнәларының барлығын кешіріп жібереді. Ненің себебінен? Шынайы, жақсы сөз сөйлеп жүргенің үшін. Шынайы сөз, өтірік сөйлемей жүргендігің үшін. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا дейді. Кімде-кім Алланың тілін алса, пайғамбарға ерсе, ол екі дүниеде үлкен жетістікке жетеді дейді. Қалай, әдемі ма? Сұмдық әңгіме ма мынау? Пайғамбар алейхиссалату вассалам: Я Расулалла, мұсылман адам қорқақ бола ма? Болады. Я Расулалла, мұсылман адам сараң бола ма? Болады, мүмкін. Я Расулалла, мұсылман адам өтірікші бола ма? Уаллахи, мұсылман адам ешқашан өтірікші болмайды.